Сырттай бәрі жақсы, бірақ ішкі әлем үнсіз айғайлап жатыр. Адамдарға өмір керемет көрінеді. Жақсы жұмыс, тәрбиелі балалар, сабырлы әйел. Бірақ неге екенін білмеуін, іште бірдеңе жетпей тұр. Күнде бір қалыпты өмір, сөйлемейтін адамдар. Біреуге керек екенімді сезінгім келеді. Әйелім мені жақсы көреді, бірақ ол махаббат емес, әдет сияқты. Көзіме қарап, жұмыстан шаршадың ба дейді. Ал мен біреу маған тік қарап, сені сағындым дегенді қалаймын. Мұраттың жаңа жобасы жас қызметкер қызды қабылдайды. Есімі Аяжан. Әдемі, ақылды, ашық мінезді. Күн сайын кеңседе кездесіп сөйлесе бастайды. Аяжан жылы сөз айтады, үнемі күледі. Мұрат оны көрген сайын өзін еркек сияқты сезінеді. Мұраттың ойы: Аяжан мені көріп қуанды, ал үйдегі Айгүл мені көріп жуын деді. Бір кезде мен де керек болғанмын, енді тек жауапкершілік қана қалды. Айгүл мейірімді, дәмді тамақ жасайды, балаларды тәрбиелейді. Бірақ екеуінің арасында ашық әңгіме жоқ. Тек күнделікті тіршілік. Мұраттың ішкі ойы: біз сөйлеспейміз, біз есептесеміз. Сен балаларға қара, мен ақша табам. Бітті. Мен адам ретінде емес, борыш өтеуші сияқты жүрмін. Аяжан оған шай кеп берді. Кеш боп қалды. Сіз әлі жұмыстасыз ба? Үйге барғым келмей тұр. Аяжан: кейде мен де үйге барғым келмейді. Көздері түйісті. Бір үнсіз түсінік орнады. Сол сәт шекара бұзылған сәт. Мұраттың ойы: мен жаман күйеу емеспін, отбасымды сүйемін. Бірақ неге мен осы қызға қарап жүрегім дүрсілдеп тұр? Әлде мен қатайып бара жатқанымды мойындағым келмей ме? Әлде біреуге қажет екенімді сезінгім келе ме? Көп еркектер жас қыздарға кетпейді. Олар өздеріне деген құндылықты сезім іздейді. Әйелім қарым-қатынасты жаман емес, бірақ көңіл ешкімге айтылмаған жалғыздықтан сыздайды. Бір кезде оны тыңдаған, түсінген әйел болған, ал қазір тек міндеттер. Ал жас қыз жай ғана соны көріп тұр. Оның ішінде тірі адам бар екен, еске салады. Мұрат пен Аяжан жақындаса бастайды. Бірақ Мұрат іште азапта. Мен не істеп жүрмін? Мен неге тоқтататын ешкім жоқ? Өзімде тоқтағым келеді. Менің отбасым бар. Мен отағамын. Бірақ ішкі әлем дауыл. Қарапайым өмірден шаршадым ба? Әлде жас қыздың назына майсарып жүрмін бе? Кейде өз-өзіме жиіркенемін. Кейде тек соны көргім келеді. Ақ пен қара арасы тым жұқа екен. Мұрат пен Аяжан үстел басында, айналада музыка, оттар жанып тұр. Екеуі жай ғана үндемей отырып қалған. Бұрынғыдай күлкі жоқ. Екеуінің арасында әлде бір салқындық бар. Аяжан ыңғайсыз үнмен: сен менің жанымда болсаң, бәрі жақсы сияқты еді. Қазір өзгеріп кеттің. Өзгермей қалайын деймін, бірақ ішкі арпалыс күн сайын өсіп барады. Ендеше кет. Сені ұстап тұрған жоқпын. Мұрат үндемейді, бірақ тұрып та кете алмайды. Мен оны шын сүйем бе? Әлде өзіме деген қажетсіну сезім сол арқылы қанағаттандырып жүрмін бе? Білмеймін. Айгүл ас үйде кешкі ас дайындап жатыр. Мұрат үнсіз кіріп, теледидар қосады, бірақ қарай алмады. Ойы сансаққа жүгірді. Айгүл келіп дастархан жаяды. Айгүл: ерте келдің ғой бүгін, жұмыстан шаршадым, дейді Мұрат. Тамақ ішеміз бе? Мұрат басын изейді. Бірақ ол сәтте өзінің үйінде емес, басқа әлемде жүргендей сезінеді. Мұраттың ішкі ойы: Айгүл мені күтіп, тамақ жасап, жылы сөйлейді. Бірақ менің жаным ондай жылылықты қабылдамай тұр. Ол мені жақсы көреді, бірақ неге мен өзімді жақсы көрмей қалдым? Жұмыста Мұрат пен әріптесінің арасындағы әңгіме болады. Әріптесі: Мұрат, сен шаршап жүрсің бе? Біртүрлі болып кеттің. Үйде бәрі дұрыс па? Мұрат жымиып: үйде тыныштық, мәселе менің ішімде ғой бауырым, деді. Мәселе әйелімде емес, мәселе менде. Менде бәрі бар, бірақ ішкім бос. Мен өзімді жоғалтып алған сияқтымын. Аяжан сол жоғалған мені уақытша болса да қайта оятқандай еді.
Кеште кофеханада Аяжан ашуланып отыр. Сен мені шын жақсы көрмейсің. Тек қашып келдің. Әйеліңнен жалықтың, жаңалық іздедің, соны мен таптың. Мұрат үнсіз, бәлкім солай да шығар. Аяжан: ал мен сені шын жақсы көріп қалған сияқтымын. Мұрат басын төмен салып отырады, бірақ оның көзіне де жас үйіріледі. Ішкі ойы Мұраттың: мен бұл қызды жаралап қойдым ба? Әлде ол мені әлсіз тұсымнан ұстап тұр ма? Біреудің өміріне ойыншық болдым ба, әлде мен шын сүйіп түсініп тұрған адам осы ма? Ер адамға бәрі жету мүмкін, бірақ жан дүниесі бос болса, ол жылулықты сырттан іздейді. Жас қыз жаңалық, жас қыз құмарлық, бірақ ол тұрақтылық емес. Ер адам көбіне естен кеткісі келіп, есінен танып жүреді, ал оны кім оятады? Мұраттың бойында екі дүниенің күресіп жатыр. Құмарлық пен жауапкершілік, қызығушылық пен сенімділік. Жас қыздың назарына туған әлсіздік пен үйдегі тұрақтылық арасындағы арпалыс. Сезім сол үшін бәріне безіп кетуге дайын болдым, бірақ сол сезім мені қайда бара жатқанын көрмей қалдым. Көзімді ашқандай айналамдағылар жоғалтып алған едім. Мұрат соңғы айда банк картасын бірнеше 100 000 теңге жұмсады. Аяжан пәтерақы, киім, телефон, демалыс деп сұрай берді. Ақшаңды үнемдесеңші, соңғы кезде тым көп кетті. Аяжан ренжіп: мен сен үшін бәрін тастап келдім. Өмірім сен үшін өзгерттім. Енді ақшаны да санайсың ба? Мұрат үндемейді. Іштей қиналып отыр. Мұраттың ішкі ойында: мен бұл қыз үшін барымды салып отырмын, бірақ ол мен ішкі жан айқайымды естімейді. Оған мен емес, менің бергенім керек секілді. Үйде Айгүл жалғыз отыр. Кешкі ас дайындап, ұзақ күтіп отыр. Мұрат келмеді. Балалары папа қайда деп сұрады. Ол үнсіз, терезеден қарап, ой үстінде. Айгүлдің ішкі ойында: Мұрат өзгерді, бірақ мен де кінәлімін бе? Соңғы жылдары мен оған әйел емес, ана сияқты қараппын. Еркек әйеліне жылы көрместі сыртқа қарайды. Ол солай кеттім екен, кешіруім керек пе дейді. Бірнеше әріптесі оның жеке шотының қызметтерін тыс үлкен сомада ақша шыққанын байқап күдік айтады. Мұраттың басшылыққа шақырады. Мұрат мырза, соңғы 2 айда сіздің есеп шотыңызда шығындар назарға алынды. Сізбен жеке сөйлесуіміз керек. Мұрат мазасызданып кетті. Бұл жеке өмірмен байланысты шығын. Жұмысқа қатысы жоқ. Басшылық сенбейді. Тергеу басталды. Мұрат қысымға түсті. Кешкісін Мұрат кеш келіп душқа түсіп жатқанда Аяжан телефонды алды да басқа номерге қоңырау шалды. Аяжан: ол тағы ақша берді, сен айтқаныңды жасап жатырмын. Аз қалды, сосын бәрін бітірем, таямыз. Ол шын сүйген жоқ, ол жоспар құрды, ал Мұрат жүрекпен сүйіп ақылын жоғалтты. Бір күні Айгүлге бейтаныс нөмерден хабарлама келді. Күйеуіңіз туралы ақиқатты білгіңіз келеді ме? 22:00-де мына мекенжайға келіңіз. Айгүл ұзақ ойланып барады. Сол жерде Мұрат пен Аяжан бірге шығып келе жатқан сәтті көреді. Оларды алыстан ғана бақылайды, көзіне жас парлап ағып кетті. Айгүлдің ішкі ойында: сөзбен емес, көзбен көргеннің жарасы ауыр екен. Енді менің де жүрегімде үміт қалмады. Опасыздық тек сатқындық емес, ол біреудің үмітін өлтіру, ол өзіңді жоғалту, ол бір сәтте құмарлық үшін тұрақтылықты жерлеу. Мен бәрін жоғалттым ба? Әлде жоғалтпау үшін тым кеш ояндым ба? Бір ғана қадам, бір ғана қыз, бүкіл өмірімді астан кестен етті. Мұрат ресми түрде тергелді. Оның есеп шоттарынан шыққан ақшалар, банктың аудармаларын тексерді. Тергеуші: сіз бұл соманы не үшін кімге жібердіңіз? Мұрат шаршаған үнмен: жеке адамға. Жеке қарым-қатынасыма байланысты. Тергеуші қатаң түрде: сол жеке адам бірнеше адам үстінен шағым түскен күдікті тұлға. Біз оның есімін тексеріп жатырмыз. Мұрат есеңгіреп қалды. Сол қызды шын сүйді, ал ол алаяқ па? Мұрат енді бәрін білетін айтып, Аяжанды бетпе-бет кездесуге шақырды. Қымбат кафеде көзге тік қарай алмай отырған Аяжанның бетін қызарып тұр. Мен саған жүрегімді бердім, ал сен менің беделіммен, өміріммен ойнадың. Неге? Сен өзің де білдің ғой бұл махаббат емес екенін. Маған тек сен емес, сенің жағдайың, сенің қолың, сенің ақшаң есі керек болды. Мұрат қалтырап: мен сені шын сүйіп едім. Аяжан күлімсіреп: сен өзіңді сүйдің,
мен тек сылтау болдым. Мұраттың бүкіл әлемде сол сәт қирады. Жалған сөздер, жалған сезім, жалған әйел. Бірақ сол жалғандықта өзі рұқсат беріп, өзі сенген еді. Мұрат үйіне келді. Шаршаған, жеңілген. Айгүл оны көріп үнсіз отырады. Көзінде жек көру емес, реніш. Мұрат еденге отырып көз жасын тыя алмай сөйледі. Айгүл, мен сені ренжіттім. Мен ақымақ болдым. Мен өзімді қашып жүріп, өз отбасымды тастап кеттім. Сен мені кешіресің бе білмеймін, бірақ тыңда. Айгүл көз жасын сүртіп тұрып былай деді. Мен сені жек көрмеймін, бірақ менің жүрегім сен кешіруге дайын емес. Балалар үшін өмірімізді жалғастырамыз, бірақ мен бұрынғы Айгүл емеспін. Сен де бұрынғы Мұрат емессің. Мұрат қайтадан бәрін бастауға тырысты, бірақ жұрттың көзінде беделді құлауы, балалардың салқын көзқарасы бәрі оның жанын күйдірді. Ол енді күлмейді, көбінесе жалғыз жүреді. Өмірі қайтадан қалпына келтіру үшін жылдар қажет екенін түсінді. Соңғы ішкі ойы. Мен еркек ретінде әлсіздігім өзімнің түсінбеуімде болды. Жас қызға емес, менің көңілім өзіме назар аударуға қалады. Бірақ ол назар тым кеш келді. Ер адам бақытты болу үшін жанында мейірім мен сенім қажет. Ал мен ол мейірімнің алыстан іздеп, дәл жанымдағы адамды жоғалттым. Тіркеліп, лайк басыңыз және бұл оқиға туралы не ойлайсыз, соны комментарийға қалдырыңыз.